Ертеде кең қазақ даласында бір қарға өмір сүріпті. Бір күні ол ұшып келе жатып, жерде жатқан ірімшікті тауып алады. Қуанып кеткен қарға ірімшікті тұмсығына қыстырып, ауыл сыртындағы биік ағашқа барып қонады. Сол маңайда бір қу түлкі жүр екен. Ол қарғаның аузына қыстырған ірімшікті көріп қалып, бірден айла ойлайды. Түлкі ағаштың түбіне келіп, жоғары қарап, жылы үнмен сөйлейді. Қарағым қарғажан, өзің қандай әдемісің, мойныңда, көзіңде қандай керемет, жүндерің қандай әсем, жарасып тұр өзіңе. Даусың да сондай әдем шығар. Осындай көркіңмен сен нағыз құстардың төресі болуға лайықсың. Қарға бұл сөздерді естіп, ішінен қатты қуанып қалады. Түлкі сөзін жалғастырып, даусын жұмсартып айтады. Ұялма қарғажан, бір ән салып көрші, біз де сенің әсем даусыңды естейік. Қарғаның түлкі айтқан сөздерге бас айналып, мақтаған сөзге сеніп қалады. Ол қанатын жайып, көкірегін керіп, мақтанышпен ән салмақ болады. Сөйтіп қарға қарқ етіп қалғанда, тұмсығына қыстырған ірімшік жерге салп етіп түседі. Айласын асырған түлкі ірімшікті қағып алып, қуана күледі. Содан кейін түлкі ірімшікті алып, жөніне кетеді. Ал алданғанын түсінген қарға болса, ағаштың басында отырған жерінде өкініп қала беріпті. Міне балалар, мақтаған сөзге тым сене беруге болмайды. Ақылды адам ешқашан алдауға түспейді. Ертегі осымен аяқталды.